әр күн жаңа мүмкіндік. Назарбаев зияткерлік мектептерінде бұл мүмкіндік білімге, достыққа және болашаққа жол ашады. Бұл Алатаудың бөктерінде, Алматының қақ төрінде орналасқан білім ордасы. Назарбаев зияткерлік мектептері желісінің ажырамас бөлігі болған физика-математика бағытындағы бұл мектеп 10 жылдық белесін атап өтуде. 2014 жылы алғаш рет өз есігін ашқан бұл білім ошағы сансыз жетістіктер мен табыстардың символына айналды. Осы мектепті Базис А деген үлкен компания салды. Ең бірінші келген кезде есігінің алды кішкентай кіретін жер. Содан Белович келді, мен айттым, енді сіз қалай ойлайсыз? Мынау мектепте кірген кезде мына жерде 720 бала оқитын, 1000 бала оқитын мектеп салып жатырмыз. Мына жерде топырлайды ғой, мынаны алды қарта жылжытайық. Ол кісі ары жүрді, бері жүрді, шаг жасады, анда қарады, мында қарады. Содан кейін тұрып айтты, проект олай емес деп. Содан айттым, иә, проект олай емес. Бірақ заң бойынша проект өзгертуге болады. Мынау беруші адаммен бірге. Сондықтан да деп, мынау алдыңғы мектептің мына қазіргі бірінші кірген жері бұрын жоқ болады. Сол жерді үлкейттік. Содан кейін мынау кіреберісте, мына жағында өтетін жер бар ғой, сол жерде стена болады. Сосын мына жағында да стена болады. Сосын ол стенаны да алдырып тастадық. Бұл Алматы қаласында бұндай стеналарды алып тастау оңай емес. Ол мынау сейсмика жағынан өте жоғары болғаннан кейін бүкіл проекттің бәрін қарап отырып, ол негізгі стена емес екен, қабырға емес екен, соған байланысты алуға тырыстық. 10 жыл бұрын бұл мектеп Қазақстанның білім саласында жаңа парақ ашты. Инновациялық идеялар, заманауи әдістер мен ұлттық құндылықтар үйлесім тауып, жас ұрпақты алға жетеледі. Осы жылдар ішінде мектептің басты миссиясы дарынды жастарды дамыту және еліміздің болашағына қызмет ету болды. Мен өзім 2014-2015 оқу жылынан бастап осы мектепте жұмыс атқарамын. Яғни мектепті ең алғаш ашушылардың бірі болып табыламын. 2014-2015 оқу жылында мен осы мектепте директордың оқу тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасар қызметін атқардым. Бұл жұмыста тек қана енді қиындықтар да болған жоқ, сонымен қатар бірнеше қызықты да жағдайлар болған болатын. Сол бір қызықты жағдайды айтып кетсем бе деп отырмын. Сол алғашқы оқу жылында бізде штат бойынша 120 мұғалім болу керек болды, бірақ небәрі біз 60 мұғалімді таба алдық. Математика, информатика, ағылшын тілінен бізде мұғалім жетіспеді. Сонда 120 мұғалімнің орнына где-то бір 60 мұғалімдей ғана жұмыс жасады. Сол 60 мұғалім 2 ставкаменен жұмыс жасап жүрді. Ешқандай да қиын, ешқандай да бір ауырсыну деген болған жоқ. Олар демалыссыз осы мектепте жұмыстарын жалғастыра берді. Мектебіміздің оқушылары тек болашақтың көшбасшылары ғана емес, бүгінгі күннің де жұлдыздары. Олар ғылым, өнер, спорт, робототехника, математика сияқты түрлі салаларда зор жетістіктерге жетіп, әлемдік деңгейде танылып келеді. Оқушылардың табысы олардың қажырлы еңбегі, үздіксіз ізденісі және өз мүмкіндіктеріне деген сенімі. Назарбаев зияткерлік мектептері, олардың ішінде Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы мектеп әр оқушыға ерекше мүмкіндіктер береді. Менің де үлкен армандарға толы жолым дәл осы мектеп қабырғаларында бастау алған болатын. Біздің мектеп тек сапалы білім беріп қана қоймай, әр оқушыға өз қабілеттерін жан-жақты дамытуға мүмкіндіктер береді. Мектебімізде өтетін пәндік олимпиадалар, ғылыми жобалар, спорттық және шығармашылық үйірмелер, олардың барлығы біздің қызығушылығымызды ашады. Алғашында мен де біздің мектептегі зымыран құрастыру клубының мүшесі болатынмын. Және де осы клубтағы тәжірибе менің ғылымға деген талпынушылығымды ашып, кейінірек мен білімімді арттырып, НАСА-да тағылымдамадан өткен болатынмын. Бұл барлық армандарымды шынайылыққа айналдырған ерекше тәжірибе болған. НЗМ бұл оқушылардың болашаққа нық қадаммен басатындай жағдай жасайтын ерекше орта болып табылады деп ойлаймын. Мен осы мектепте жинаған барлық білімімнің арқасында алдыма қойған барлық мақсаттарыма жетемін деген сенімдемін. Кез келген жетістіктің артында мызғымас қолдау мен сенім тұр. Мектебіміздің әкімшілігі бұл тек басшылық ететін орган емес. Бұл
білім мен болашаққа бағыт беретін жетекші күш. Мектеп директоры мен әкімшілік командасы әрбір ұстаз бен оқушының мүмкіндігін көріп, олардың қабілетін дамытуға жағдай жасайды. Бұл жерде тек білім беру процесі ғана емес, мектептің әрбір сәті мұқият ойластырылған жүйенің нәтижесі. Біздің миссиямыз ұлттық құндылықтар негізінде оқыту мен тәрбиелеудің бірегей әдістері арқылы озық ойлы тұтас тұлғаны қалыптастыру. Мектеп 10 жыл ішінде 1300 түлекті шығарып, түлектеріміз бүгінде ұлттық, мемлекеттік, халықаралық деңгейдегі үздік университеттерінде білімдерін жалғастырып келеді. Оқушыларымыздың жетістіктері де ерекше мақтаныш. Олар оқуда озат, сахнада өнерлі, бәйгеде үздік атанып, түрлі бағыттарда биік белестерді бағындырды. Соңғы 5 жыл бойы мектебіміз республикалық олимпиадаларда үздік олимпиадалық мектеп атанып келеді. Ғылыми жобалар мен стартап байқауларында да топ жарып, еліміздің ғалымдар мен кәсіпкерлерін таңғалдырды. Робототехника бағыты да қарқынды дамып келеді. Біздің команда FGC санатында 3 дүркін әлем чемпионы атанды. Әр жетістігіміз оқушылардың ынтасы, ұстаздардың тәлімгерлігі мен ата-аналардың қолдауларының арқасында мүмкін болды. Армысыздар, құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары, ұстаздары, ата-аналары. Мен де осы керемет мектептің оқушысының бірінің ата-анасымын. Жалпы естуімше, бұл енді аты бар мектеп қой, былайша айтқанда ниш, қазіргі таңда брендке айналған оқу орны. Сондықтан менің ойымша кез келген оқушыға осы бір білім ордасында оқу, білім алу үлкен мәртебе, және де белгілі бір сапалы болашақтың кепілі десек те болады. Мен сөйтіп қабылдаймын. Себебі ниш деген кезде еске түсетін нәрсе сапа, білім, ғылым және де керемет орта, оған қоса жақсы болашақ. Мінекей осы сөздер сіздердің оқу орындарыңызбен осындай ассоциация туғызады. Мұғалімдер болашақ сәулетшілері. Олар тек білім беріп қана қоймайды. Әр оқушының жүрегіне жол тауып, өмірге деген сенімін оятады. Алтын мектебіміздің мұғалімдері білім мен тәрбие саласындағы жаңашылдардың көшбасшылары. Мектебіміздің ұстаздары оқушыларды әлемдік стандарттарға сәйкес даярлайды. Олар жыл сайын өз тәжірибесін байыту үшін семинарлар мен шетелдік тағылымдамаларға қатысады. Әр мұғалім жаңа идеялардың генераторы, әр оқушының қанатын қатайтуға арналған тірек. Если честно, не могу поверить, что уже прошло около 8 лет, с тех пор, как я начал работать в нашей школе. Для меня, во-первых, это большая честь быть частью ниш-формат города Алматы. Для меня быть частью нашей школы – это знать, и действительно знать и осознавать, видеть, скольким действительно детям я, как мне кажется, может быть, нескромно прозвучит, помог найти себя и найти свой путь. И это та вещь, которой я очень-очень сильно горжусь. Осы команда үшінші рет өздеріңізге белгілі Fashionable Global'дан үшінші рет жеңіске жетті. Бірақ сол жеңіс кішкентай ғана мектептің кішкентай ғана кабинетінен шамамыз келгенше жан-жақтан жинап жасаған кабинеттен басталғанын әрине көп ел біле бермейді. Менің есімім Иманали, және мен Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жас робототехника болып табыламын. Шынымды айтсам, мектеп менің робототехникалық жолыма үлкен қолдау көрсетті, және зияткерлік мектептің көмегімен біз көптеген жобаларды жүзеге асырдық. Нақтырақ айтқанда, былтырғы жылы біз Сингапурда FGC чемпионатында 192 елдің арасында үздік болып, 2 дүркін чемпион атанған болатынбыз. Бұл нәтиже көптеген оқушыға мотивация берді, және болашақта бұнымен біз тоқтамаймыз, әлемді қайта бағындырамыз. Осы жолда қолдау көрсеткен ұстаздарыма мың алғыс, мерекең мен сүйікті мектебім. Болашақ технологиялар арқылы жасалады. Зияткерлеріміз бұл ұстанымды тек сөзбен ғана емес, нақты істерімен де дәлелдеп келеді. Мектеп робототехника командасы әлемдік деңгейдегі көшбасшылар. Робототехника зертханасында тек механизмдер ғана емес, оқушылардың армандары мен идеялары да жүзеге асады.
мұнда әрбір бөлшек, әрбір схема болашаққа деген сенімділікпен құрастырылады. Говорят, что большое видится издалека. Но я думаю, что этих 10-15 лет уже достаточно для того, чтобы мы все с вами поняли, насколько значим в масштабах всей страны оказался проект «Назарбаев. Интеллектуальные школы». Ведь он затронул не только тех детей, которые отучились, учатся сейчас или будут учиться в этих школах, что, очевидно, неоспоримо является преимуществом для этих детей. Давайте признаем, что благодаря этому проекту мы совершенно по-иному посмотрели на всю образовательную парадигму, на все ее составляющие, будь то система профессионального повышения квалификации учителей, будь то программы с его содержательным аспектом, будь то система оценивания. Вы представляете, какой пласт пришлось перевернуть для того, чтобы начать менять наше сознание? И какой же тогда должна была быть точка опоры, чтобы мы смогли это сделать? Однозначно, что такими точками опоры стали наши центры Назарбаев интеллектуальные школы. На самом деле наша школа очень мощная в плане подготовки к Олимпиадам, не только благодаря тому, что у нас, во-первых, умные дети и умные тренера, а действительно очень слаженной работе вместе с нашей администрацией и с родителями всех наших олимпиадников. То есть действительно наша школа организовывает подготовку, она помогает построить план персонализированного обучения и действительно помогает не только, например, тренеру мне как по математике, но и помогает еще и настраивать всех остальных учителей, всех остальных предметников, чтобы они более, скажем так, лояльно, может быть, где-то отнеслись, может быть, где-то подготовили какой-то более персонализированный план обучения для олимпиадников. И таким образом, действительно, помогая им развиваться в том направлении, которое они выбрали. Оқушылардың олимпиадалардағы жеңістері бұл олардың таланты мен табандылығының, ұстаздардың еңбегі мен ата-аналардың шексіз қолдауының нәтижесі. Ата-аналар балаларын тек қана алға жетелеп қана қоймай, олардың әр қадамына сенім артады. Бұл сенім шәкірттердің үлкен жетістіктерге жетуіне дем беретін күш. Әрбір марапат, әрбір жеңіс ортақ еңбектің жемісі. Мен осы мектептің ата-анасы болып келемін. Болашағын ойлаған ел балаларының білімді болғанын қалайды. Біздің отбасымызда білімге деген құштарлық бірінші орында. Сондықтан біз Назарбаев зияткерлік мектебін Қазақстандағы ең үздік оқу орны ретінде таңдадық. Бұл жердің оқу деңгейі әлемдік стандартқа сай деп айтсам болады. Және жан-жақты дамуына үлкен мүмкіндік береді. Әлемдегі ең үздік университеттерге түсуге мүмкіндік береді. Менің өзім 2 балам, осы мектептің 2 түлегі, олар осы мектепті бітірді. Бұйыртса, енді 2 балам оқып жатыр. Бұл мектеппен байланыста мен уже 10 жыл деп айтуға болады. Енді баланың қазір уақыты жоқ. Баламызды қазір мазалауға барқамыз сабағын оқып жатқан кезде. Себебі бұл жерде енді жауапкершілігі жоғарылай түсті. Сонымен қатар көптеген дисциплина бойынша үлгерімі салыстырмалы түрде арта түсті десек те болады. Алматы қаласында бұндай жұмыс істеу оңай емес. Себебі Алматы қаласының мүмкіндігі басқа региондарда орналасқан мектептерден әлдеқайда жоғары. Сондықтан да үйреніп отырып баланы үйрету оңай емес. Міне осыны түсінген ата-аналар менен біздің шәкірттерімізге үлкен рахмет. Біз бірге өстік, бірге дамыдық, бірге Назарбаев зияткерлік мектебінің Алматы қаласындағы негізін қаладық, фундаментін қаладық. Алматы мүмкіндіктер қаласы, бірақ еліміздегі ең ірі мегаполисте қызмет атқару оңай емес. Таңның алғашқы сәулесімен бірге ұзақ кептеліс басталады. Қаланың сейсмикалық белсенділігі де әрдайым ескерілетін маңызды фактор. Уақыт тығыз, әр минут қымбат. Дегенмен, Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы мен оқушылары бұл қиындықтарға мойымайды. Олар үшін әрбір кедергі жаңа мүмкіндік.
мектептің басты күші табандылық пен мақсатқа деген берік сенім. 10 жыл адам өмірінде баланың дүниеге келіп, қалыптасып, өмірге бейімделетін кезеңі. Сол секілді біздің мектебімізде осы 10 жыл ішінде өзіндік ерекше орнын тауып, еліміздің үздік мектептерін біріне айналды. Ендігі мақсатымыз әлемдегі үздік мектептердің қатарына табылу. 10 жыл жұмыс істеу барысында аттестатталушы мұғалімдерге тренерлік, сабақты зерттеу, іс-әрекетті зерттеу, пиза бойынша тренерлік курстарды бітіріп, сол қызметімді атқарып жатырмын. Болашақта осы жас мамандарға осы білгенімді үйретіп, ары қарай зерттеу жүргізіп, аз да болса оларға қызмет көрсеткім келеді. Болашақта осы мектептің көркейтуші сол жастар оларға тек қана ізденіп, ешқашан шаршамай жұмыс істеуіне тілектеспін. Я благодарю всех тех, кто сейчас, пришедших вновь в нашу школу, привносит в нее новый модерн, новый взгляд, импровизирует, обучаясь сам. Именно поэтому я поздравляю своих коллег, своих учеников, родителей с каждым нашим успехом, с каждым нашим достижением. Ұстаз деген ол біздің елдегі нөмір 1 мамандық. Артық айтпайтын шығармын, тіпті маңыздылығы президенттен де зор деп ойлаймын. Сондықтан, құрметті ұстаздар, біздің болашағымыз сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан сіздерге еңбектеріңізде тек қана табыс тілеймін. 10 жылда жеткен жетістігіміз ұжымның арқасында. Алар асуымыз әлі алда.